Бауыржан Момышұлы қай жылы қай жерде дүниеге келген? Бауыржан Момышұлы 1910 жылы дүниеге келіп, 24 желтоқсанда дүниеге келген. Қай жерде дүниеге келіпті? Жамбыл облысында, Жуалы ауданында. Өте дұрыс, отыра қойыңыз. Келесі сұрақ. Кесеңді жинамай кеттің ғой. Кесемізді жинаймыз. Жақсы, Жанай, шыға қойыңыз. Бауыржан Момышұлы кім болған? Бауыржан Момышұлы даңқы қолбасшы болған, жазушы әрі ақын болған. Өте жақсы. Кесемізді жинап, орнымызға отыра қойайық. Келесі, кім шығады? Әбілхайыр, шыға қойыңыз. Бауыржан Момышұлы қай соғысқа қатысты? Бауыржан Момышұлы Мәскеу түбіндегі соғысқа қатысқан. Өте жақсы. Мәскеу түбіндегі шайқасқа ерлік көрсетті. Кесемізді жинайық, отыра қойыңыз. Келесі, шыға қойыңыз. Шығамыз, ұялмаймыз. Бауыржан Момышұлы қай шайқасқа ерлік көрсетті? Бауыржан Момышұлы сұрақ ауысып кетті ғой деймін. Басқа тура осындай сұрақ келді ме жаңа? Дұрыс айтты ма? Қай соғысқа қатысты? Қай ерлік көрсетті? Ерліктерін айтамыз. Жақсы. Қай шайқаста ерлік көрсетті? Мәскеу. Сол қай шайқас болды бұл? Дұрыс, ұлы отан соғысы, екінші дүниежүзілік соғыс. Отыра қойыңыз. Өте жақсы. Келесі, кім шығады? Жанай, шығасың ба тағы? Шыға қойыңыз. Кеңес одағының батыры атағы қай жылы берілді? Кеңес одағының батыры ол 1941 жылы қайтыс болғаннан кейін берілді. 41 жыл соғыс басталды, 90 жыл, яғни қайтыс болғаннан кейін берілді. Жақсы, шатастырмаймыз, отыра қойыңыз. Келесі сұраққа кім шығады? Шық. Бауыржан Момышұлы белгілі шығармалардың бірі. Ұшқан ұя. Өте жақсы, отыра қойыңыз. Осымен біз үй жұмысын қорытындылап шықтық. Біздің торсық әдісіміз орындалды. Кеселеріміз не істеді? Жиналды. Жақсы, келесі. Қазір біздің үй жұмысы орындалды. Енді біздің жаңа тақырыбымызды білу үшін біз қандай тақтаға қараймыз. Балалар бүгінгі сабақтың тақырыбын ашу үшін менің сиқырлы қобдишаларымды ашып көрейік. Содан соң жаңа сабақ тақырыбын таба аласыңдар. Жақсы, қобдишаны кім ашамыз? Шығармыз. Қазақтың батыр қыздары kimdir? Қазақтың батыр қыздары Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Пияз Доспанов. Жақсы, өте жақсы, отыра қойыңыз. Келесі, шығыңыз. Олар соғыста қандай ерлік көрсетті? Әлия Молдағұлова мерген болған, Мәншүк Мәметова пулеметші болған, Пияз Доспанов ұшқыш болған. Оспанова толық айтамыз, өте жақсы. Шыға қойыңыз. Олардың ерліктерін елімізге қалай құрметтейді? Оларға арнайы мүсін жасап, көшелерге аттарын берілді және школдарға, мектеп атауларын, мектептерге кітаптар және де фильмдер шығарылған. Жақсы. Және де Кеңес одағы батыры атағын берді және халық қаһарманы атағын берді деп толық айтамыз, Жақсы. Келесі, біздің осы сандық әдісімізді толықтыру мақсатында келесі видеомызды көріп өтейік. Балалар бүгінгі сабақтың тақырыбы. Жаратылысы нәзік болса да, қайсарлық, көзсіз ерлік бойынан табылған Әлия мен Мәншүктің есімі бүгінде ел есінде. Бұл екеуі қазақ халқы үшін қашан да мәртебелі. Әлия Молдағұлова 1925 жылдың 15 маусымында Ақтөбе облысы Қобда ауданында дүниеге келген. 8 жасқа келгенде анасы қайтыс болады. Нағашысы Әбубәкірдің үйінде өсіп есейеді. 1942 жылы өз еркімен майданға аттанып, мергендер мектебін үздік бітірді. Соған қарамастан оны біраз уақытқа дейін атыс шабыс алаңына жақындатпады. Бірақ жас қазақ қызы алға ұмтылды, жауға қарсы оқ жаудыруға асықты. 1943 жылы снайперлер дайындау мектебін аяқтайды. Сол жылы арнайы атқыштар бригадасының снайпері болған.
ұрыс даласында жау әскерінің 30-дан аса сарбазы мен офицердің көзін жойды. 19 жасар Әлияның майдандастары Шығыс жұлдызы деп те атаған батыр қыз 1944 жылы 14 қаңтарда Псков облысының Новосокольники ауданында қаза тапты. Бейбіт болашақты орнату үшін тәуекелге бел буған батыр қыздардың қатарында Мәншүк Мәметова да бар. Ол 1922 жылы Орал облысы Орда ауданында дүниеге келген, ата-анасынан ерте айырылған ару қыз жастық шағын тәрк етті. Алматы медициналық институтында оқып жүрген кезінде соғыс басталды. Халқына төніп тұрған қауіпке жаны шыдамай, дамыл таппастан әскерге өзі сұранып барды. Фашистерді жою үшін майданға жіберетін менің ағайым да, апайым да жоқ. Сондықтан өзімді жіберіңіз деп өтінішін айтты. 1942 жылдың тамыз айында Қызыл армия қатарына алынды. Осылайша отанды артқа тастап, ерлермен қатарласып жаумен алысты. Әйелмін деп әлсіздік танытпақ, жаспын деп соғыс жалын жатырқамақ, бар арманы қалайда жеңіске жету. 1943 жылдың 15 қазанында Псков облысының Невель қаласын босату үшін қантөгіс соғыс басталды. Сол күні Мәншүк пулеметімен дамылсыз оқ атып, ерен ерлік көрсетті. Жаудың Мәншүкке қарсы атқан оғы оның ажал оғы болып, өлімдей қыздың өмірін қиды. Өрлік пен батырлық, қайсарлық пен өжеттіріп, қазақта бар қасиет. Отан үшін деп қан майданға аттанған ару қыздардың артында аңыз болып ерліктері қалды. Жақсы, енді жаңа алтын сандық арқылы және мына видео ролик арқылы біз не түсіндік? Яғни кімдер туралы екен біздің алдағы кім? Қазақтың батыр қыздары. Дұрыс айтасыздар, яғни қазақтың батыр қыздары туралы екені біздің бүгінгі тақырыбымыз, сабағымыздың тақырыбы. Қыздарымыздың тағдыры өте сондай ауыр болса да, бізге үлкен жеңіс алып келген тағдыр болды ғой, елімізді, жерімізді мақсатында. Біздің сонда сабақтың тақырыбымыз қазақтың батыр қыздары деген тақырып шықты, осыдан қорытындылайық. Сабақ мақсаты, мәтін тақырыбын сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау, оқшау сөздердің қызметін түсіндіру, ажырата білуге. Біз өткен алдыңғы сабақтардан бастап оқшау сөздерді не істедік, біз өтіп кеттік, соны біз ары қарай жалғастырамыз. Оқшау сөздер қалай бөлінеді екен, неше түрге бөлінеді, кім айта қояды? 3-ге бөлінеді. Қандай түрлері? Одағай, қыстырма, қаратпа. Қыстырма, қаратпа, одағай. Енді бүгінгі біздің тақырыбымызда сол қыстырма сөздің біз қолданылуы, яғни соны біз ары қарай тақырыбын не істейміз? Жалғастырамыз, бүгінгі. Осы сабағымызды жалғастырмастан бұрын мен сіздерге осы самолет, ұшақ, кешіріңіздер, ұшақты мен сіздерге таратып беремін. Өзімізді осы ұшақтың балдары арқылы біз не істейміз? Өзімізді сабақ барысында бағалап отырамыз, яғни әр алған балымызды жазып отырамыз. Келесі жаңа тақырыбымызды осыдан 76 жыл бұрын Ұлы Отан соғысы деген атпен тарихта өшпестей із қалдырған алапат қырғын басталды. Кеңес одағындағы басқа халықтар сияқты қазақтар да қолдарына қару алып, неміс фашист басқыншыларына қарсы аяусыз күресті. Бұл соғыста ерлермен қатар қазақ қыздары да ерлік көрсетіп, ұлттың абыройын асқақтатты. Қазақ қыздарының намысшыл, қайратты, батыл екендігін бүкіл әлемге танытты. Солардың қатарында Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұлова бар. Бірі пулеметші, екіншісі мерген. Мәншүк пен Әлияның есімі ел жадында мәңгі сақталды. Өкінішке қарай соғыс аяқталғаннан кейін көп уақыт өткен соң ғана қазақтың тағы бір батыр қызының ерлігі кеңінен танылды. Ол Хиуаз Доспанова, Хиуаз белгілі ұшқыш Марина Раскова басқарған авиациялық полкте штурман қызметін атқарды. Ол жау шебінен 300-ден астам рет ұшып барып ерлік көрсетті. Соғыс кезіндегі ерлігі үшін Хиуаз Доспанова қызыл жұлдыз, ең дәрежелі отан соғысы ордендерімен және көптеген медальдармен марапатталды. Кейін оның ерлігі лайықты бағаланып, Қазақстанның ең жоғары марапаты халық қаһарманы атағы берілді. Осылайша белгілі батырларына Хиуаз да қосылды. Бұл халқымыз үшін үлкен мақтаныш. Яғни бірінші жаңағы берілген видеоролик пен мына екінші видеороликті салыстырғанда біз не түсіндік? Бірінші видеода Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова да айтқан. Иә, Екінші видеода Хиуаз Доспанова.
яғни бірінші видеороликті біз екінші видеороликте не істедік? Толықтырдық, иә? Яғни жеке өмір баяны туралы мұнда Хиуаз Доспанова туралы баяндалады екен, иә? Ол Хиуаз Доспанова біздің мына соғыс жылдарынан кейінгі оның ерлігі танылып, оны мойындаған екен, иә? Яғни ерліктері ақталды. осыдан 70 Келесі, біздің енді жұмысымыз басталады. Ұжымдық жұмыс, яғни барлығымыз бірге, әдісі бірге істейміз, иә? Енді дәптерлерімізді аштық, иә? Бүгінгі күнімізді жаздық қой, иә? Жазайық бүгінгі күнді. Біздің алғашқы тапсырмамыз, мәтіннің тақырыбын анықтаңдар, негізгі ойын табыңдар, сөйлеушінің дауыс ырғағы қандай болуы керек. Яғни осы тапсырманың негізінде біз кітапты ашып, қазақтың батыр қыздары мәтінін топ болып екіге бөлініп оқимыз. Яғни сол оқығанымыздан тұжырым жасап, бір-бірімізге не істейміз? Түсіндіреміз, иә? Мұнда екі абзацтан тұрады екен. Бірінші абзацты кім оқиды? Оқисың ба? Оқи ғой. Екінші абзац Әбілқайыр, иә? Сіздерде? Бөліп алдыңыздар ма? Жақсы, оқыңыздар. Оқып болдық па? Толық барлығымыз. Ендеше жаңа жартысын бөліп оқыдық қой, енді бір-бірімізге түсіндірейік. Қандай тұжырымға келдік? Яғни мәтінде не туралы айтылған, кімдер туралы айтылған, жалпы түсіндіріп өтейік, иә, жұбымызға. жылы Орал облысы Орда ауданында Жансыз ауылында дүниеге келген. Ол медициналық институтында бітіргеннен кейін қазақ КСР халық комиссарлар кеңесінің хатшылығында жұмыс істеген. Ол 1942 жылы 13 тамызында өз еркімен майданға аттанған. 21 атқыштар дивизиясымен 100 атқыштар бригадасына командирі атағын алған. Мәжмағитов 1943 жылдың қазан айында Невель шайқасына қатысқан. Кеңес одағының атағы берілген. Мұндағы 1929 жылы туып, өзі жетім баладан ағаш жасымен өседі. 1935 жылы Ленинградқа көшеді. Одан кейін 46-шы мектепте оқып, 18 жасында Мерген академиясын бітіріп, армияға аттанады. Оқыңыздар ма?
Жақсы, өте жақсы. Яғни біз мәтінді оқып шығып, жұбымызға оны не істедік? Талқылап шықтық, иә, түсіндіріп шықтық, иә. Сонымен біздің мәтініміздің тақырыбы анықтаңыздар дейді. Не туралы екен біздің мәтініміз? Қазақтың батыр қыздары туралы екен, иә. Енді негізгі ойын табыңыздар дейді. Яғни осы мәтінде берілген негізгі ойын айтыңыздар. Не туралы? Не түсіндік? Нені түртіп аларлықтай болды мәтінде? Қазақтың батыр қыздарының ерліктерін қазақтарға жеткізу. Иә, ерліктері, иә. Өмірбаяны берілген. Ал сіздер не айтасыздар? Не айтасыздар? Жаңа оқып шықтық қой, талқыладық. Жалпы не түсіндік? Тағы да қосымша. Олар өз отандарын қорғау үшін қыз болса да әскерге барған. Иә. Батырлығы, ерлігі, ер жүректігі, иә. Қыз баласы болса да қорықпай, батылдықпен осы үлкен жетістікке жетті, иә. Біздің сонымен бірінші сөйлеушінің дауыс ырғағы қандай болу керек? Яғни осы мәтінді оқығанда біз неге назар аударуымыз керек? Иә, ынтанасы, дауыс ырғағына, иә, қалай аударамыз оны? Неге байланысты аударамыз оқығанда, қарағанда? Нені көреміз біз? Иә, яғни мәтіндегі беріліп жатқан ойға қараймыз, иә. Сосын тағы да не айтуға болады? Иә, көңіл күй жарайды, ал тағы. Мәтінде жалпы берілгенде дауыс ырғағын біз қалай шығарамыз? Мәтіндегі тыныс белгілерінің орналасуына байланысты біз оның қандай сөйлем екен, құрамында қандай оқшау сөздер бар екен, біз не істейміз? Анықтаймыз, иә? Жақсы. Біздің бірінші тапсырмамыз осыдан 76 орындалды деген сөзде бірінші тапсырмамыз. Жақсы, келесі тапсырмамыз. Төмендегі сөйлемдерге оқшау сөздерді қосып жазып, құрамын өзгертіңіздер дейді. Яғни бізде сөйлемдер берілген, е? Осы сөйлемдерді біреу-біреу бөліп аламыз да, дәптерімізді ашып, құрамын өзгертіп, оқшау сөздерді қосып, не істейміз біз? Жазамыз. Жақсы. Үшеуіңе, үш сөйлеме, төртінші сөйлем. Мен бере қойын, не? Қазақтың батыр қыздары қандай ерлік көрсетті? Дәптеріңізге жазып алыңыз, осыны оқшау сөзге біз қосып, құрамын өзгертіп жазамыз. Болдыңыз ба? Оқи қойыңыз. Нешінші сөйлем сізде? Бірінші сөйлемді оқып шығамыз, сосын өзгертілген құрамын оқимыз. Ол халық қаһарманы мәртебелі атағына ие болғандардың бірі. Жақсы. Қазақтың қанатты қызы атаман. Жоқ, тұра тұрыңыз. Сіз оқыдыңыз, енді құрамын өзгерттіңіз, сосын дәптердегіні оқимыз енді. Әрине ол халық қаһарманы мәртебелі атағына ие болды. Иә, бұл жерде бізде оқшау сөз, қыстырма сөз, әрине. Яғни оның орнын тәртібі қалай болып тұр сөйлемде? Ол басында. Иә, басында болғаннан кейін қалай оқшауланып тұр? Үтірмен оқшауланып тұр. Дұрыс. Келесі. Қазақтың қанатты қызы атанған тұңғыш әскери ұшқыш меніңше Хиуаз Доспанов. Жақсы, сіз бірден оқыдыңыз, е? Бұл жерде сізде қай жерде келіп тұр? Оқшау сөз? Меніңше. Меніңше оқшау сөз қай жерде келіп тұр? Сөйлемнің
ортасында қаттырақ айтамыз даусымызды шығарып. Қалай оқшауланып тұр? Иә, қалай оқшауланып тұр? Біз қалай қайырамыз? Екі жағынан үтір қойылады, өйткені ол сөйлемнің ортасында келіп тұр. Сіздер болдыңыздар ма? Оқи қойыңыз. Жастық жағын бер жылы қалқылы соғыс Майданында аспандағы жау шақтарымен шайқаста өттім. Рас, Феодос Қоныстың жастық жағының 5 жылы қан құйған майданында аспандағы жау шақтарымен шайқаста өттім. Бұл жердегі қыстырма сөз рас басында тұр, қалай оқшауланып тұр? сондай Иә, қыстырма сөзден кейін үтір деп айтамыз. Жақсы, оқи қойыңыз. қазақтың батыр қыздары қандай ерлік көрсеткен? Кім біледі қазақтың батыр қыздары қандай ерлік көрсеткен? Сұраққа сұрақ болып тұр, кім біледі қазақтың батыр қыздарының қандай ерлік көрсеткені, иә? Жақсы, бұл жерде біз оқшау сөзімізді қалай деп алдыңыз? Кім біледі? Орналасуы сөйлемнің басында тұр, иә? Қалай оқшауланып тұр? Үтір арқылы оқшауланып тұр, иә? Яғни, оны біз көргенде, оқығанда бірден білуіміз керек, иә? Үтір арқылы оқшауланып тұрса, яғни ол бізде қыстырма сөз болады екенін, иә? Жақсы, бұл да біздің тапсырмамыз орындалды, иә? Енді өзіміздің ұшағымызға өзімізді бағалауды ұмытпаймыз. Бізде берілген 3 балл, иә? Бағалап алайық. Толық бағаланды ма? Жақсы. Келесіне назар аударайық. Біз бір тапсырманы орындадық. Енді біз кішкене сергіп алайық, көңілімізді көтеріп алайық, иә? Жақсы отырамыз. Көңіліміз сергіп қалды ма? Жақсы. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бізде келесі тапсырмамыз жұптық жұмыс, яғни өзіміздің жұбымызбен бірге ойласып жұмыс жасаймыз. Бірінші видеороликті көріп алайық. Берілген ақпараттардың әлияға немесе мәншүкке қатыстылығын анықтаңыздар. Яғни біздің тапсырмамыз қалай? Яғни берілген ақпараттарды біз жұптастырамыз. Яғни қай ақпарат, қай батыр қызымызға сәйкес келетінін біз не істеуіміз керек? Біз табуымыз керек. Бірінші, бұнда белгілеп алайық. Қателеспей, ойланып, жауап берейік, сосын тақтаға бір-бірлеп шығамыз. Жақсы, кім бірінші шығады? Әбілқайыр, шыға қойыңыз. Ақтөбе облысы қолдағы ауданында дүниеге келген Әлияға Әлия молдаға. Әлия молдаға. Жақсы, отыра қойыңыз. Келесі
Орал облысы Орда ауданында дүниеге келген Мәншүк Мәди. Жақсы, шығыңыз. Пулемет ату үйренді Мәншүк Мәди. Келесі, Жаннұр, шығыңыз. Отряд шайқасқа өзі бастап шыққан ол әлем ұлдығы. Апа келсеңізші. Жақсы, шыға қойыңыз тағы. Жаңбыр атқыштар дивизиясы болды Мәншүк Мәди. Келесі, Қолын тиімділігіңізден тіл алу мақсатында жүргізілген ұлы соғысқа қатысқан кім болады екен? Жақсы, осымен біздің жұптық жұмысымыз сәйкесінен әдісі аяқталды, иә? Бізді келесі берілген ақпараттардың әлияға немесе Мәншүкке қатыстылығын келесі бізде жеке жұмыс, яғни анықта әдісі. Әрқайсымыз жеке-жеке өзіміз жұмыс жасаймыз. Алғашында не істедік? Бірінші видео сөйлемдерде қыстырма сөздерді анықтап, қандай мағына беріп тұрғанын анықта. яғни түсіндік, иә? Мына сөйлемдерді оқып шығамыз. Бұл жердегі біз қыстырма сөздерді анықтап, қандай мағына беріп тұрғанын айтамыз, иә? Дәптерімізге теріп, жазып шығайық. Дәптерімізге жазып шығайық. Жазамыз. Жаз. Асықпай ойланайық. Жақсы. Болдыңыздар ма? Жақсы, бұл тапсырманы орындамастан бұрын біздегі бұл жерде берілген тапсырмамыз, яғни сөйлемдегі қыстырма сөздерді тауып алу, иә, бірінші мақсатымыз. Енді бұны таппастан бұрын біз не істеуіміз керек? Қыстырма сөздерді есімізге түсіріп алайық, иә? Қыстырма сөз дегеніміз не? Кім айтады? Қыстырма сөз. Жақсы, айта қойыңыз. Қыстырма сөз дегеніміз Қыстырма
Қыстырма сөз дегеніміз ойға сену, күмәндану сияқты түрлі мағына беретін оқшау сөздердің қыстырма Сөздер деп сөздер деп аталады. атаймыз. Жақсы. Яғни қыстырма сөз ол оқшауланып тұратын сөйлемдегі күмәндану немесе ойға сену, өзіңіз сену немесе біреуді сендіру арқылы айтылатын сөйлем мүшесі бола алмайтын сөзден оқшауланып тұратын сөздер қыстырма сөздер дейміз. Жақсы, отырыңыз. Түсініп алдық, иә? Қыстырма сөздер не екенін. Енді ары қарай бірінші сөйлемді кім оқиды? Оқи қойыңыз. Байқаймын, көңілі көтеріңкі. Байқаймын, көңілі көтеріңкі. Бұл жерде қыстырма сөз байқаймын. Жақсы. Сөйлем басында тұр. Иә. Қалай оқшауланып тұр? Қыстырма сөзден келе тұр. Жақсы, отырыңыз. Келесі. Айтпақшы, олар ертең келетін болды. Қыстырма сөз бұл жерде айтпақшы. Жақсы. Қалай келіп тұр сөйлемде? Сөйлемнің қыстырма тұр. Жақсы. Келесі. Біріншіден әмірдің айтқаны дұрыс. Бұл жерде біріншіден Жақсы. Сөйлемнің басында. жақсы. Отыра қойыңыз. Мүмкін ауылға анам да баратын шығар. Бұл жерде қыстырма сөз мүмкін. Сөйлемнің басында. Басында келіп тұр. Жақсы. Келесі. Жасатын не, қазіргі балалар телефонын біздің жақсы біледі. Жасатын не бұл жерде қыстырма сөз. Ол сөйлем басына келіп тұр және төмен оқшауланып. Жақсы. Отыра қойыңыз. Келесі. Тыңдаушылар әрине мұндайға әбден үйреніп кеткен. Бұл жерде қыстырма сөз әрине. Иә. Сөйлемнің ортасында. Жақсы. Сосын қыстырма сөзден кейін Қайталап жібер айтқан. қыстырма сөзден кейін нүкте дейді. Ортасында нүкте деген ме? Үтір, Үтір қалай қойып тұр? Екі жағына қойып тұр. Жақсы. Келесі. Жанет. Амал қанша қару-жарақ болмағандықтан қиналып қалдық. Амал қанша. Жақсы. Отыра қойыңыз. Ең әуелі балаларға көмектесу керек қой. Бұл жерде қыстырма сөз ең әуелі. Сөйлемнің басында оқшауланып. Жақсы. Айтамыз. Қысқасы партизандар бізге көп көмектесті. Бұл жерде қыстырма сөз қысқасы ол сөйлем басында тұр және төмен оқшауланып. Жақсы, өте жақсы. Келесі. Соңғы, иә? Соңғы сөйлеміз бар. Ақырында мұның маған дәл келді. Бұл жерде қыстырма сөз ақырында. Иә. Сөйлем басында. Иә, қалай оқшауланып айтамыз? Үтір арқылы. Өте жақсы. Бұл біздің тапсырмамыз орындалды деп айтайық, иә? Енді өзімізге не істейміз? Бал қойып жіберейік, иә? Сосын сабақтың соңында балдарымызды не істейміз? Санап бағалаймыз. сөйлемдерден Енді біздің келесі тапсырмамыз, яғни осы бағанан бері айтылған ақпараттың барлығын қорытып, не істейміз? Сұрақтарға жауап береміз, яғни білімпаз қалам әдісі дұрыс жауабын біз табуымыз қажет. Сәлем балалар! Білімдеріңді тексеру үшін сендерге қызықты сұрақтарым бар. Жақсы, кім шығады? Шыға қойыңыз. Қыстырма сөз дегеніміз не? Сөйлемге қосымша мағына беретін сөйлем мүшесі болатын сөз. Жақсы. Келесі. Шыға қойыңыз. Қандай келесі сұраққа шығасыз? Қыстырма сөз қалай ажыратылады? Үтірмен. Жақсы. Әбілқайыр, шыға қойыңыз.
Мунчук Мамедов кандай аскери кызмет аткарды? Ол пулеметчи аскери кызмет атты. Өте жақсы. Келесі бізде кім шықпады? Шағымыз. Әлем Молдазова кім болған? Жақсы. Әбілхайыр. Шағымыз. Хиол Усманова кандай кызмет аткарды? Орус тилинин кызмет аткарды. Өте жақсы. Осымен біздің бағамызды санап шығайық. Бул жанагы Бағасын қарамадық па? Söylemlerden ыстырма сөз 2 балл болу керек. Сонымен бүгін біздің тақырыбымыз не туралы болды? Қазақтың батыр қыздары, иә? Кім-кімді біз атап шықтық бүгінгі тақырыпта? Хиуаз Доспанова, иә? Олардың өмірімен таныстық, батырлығымен таныстық, ерлігімен таныстық. Тағы да не айтылды? Өмірбаяны, ерліктері. Иә. Сосын тағы да не айтамыз? Біздің бүгінгі ережеміз, жалпы қыстырма сөздерді біз өткен сабақта өттік, бүгінгі соны сөйлем мүшесі, сөйлемде оны қолдану және оның тәртібі, сонымен қалай болды? Сөйлемде. Қыстырма. Біздердің бүгінгі тақырыбымыз қыстырма сөз. Сөйлемдегі сөзді сену немесе басқа біреу сендіру, күмәндану сияқтыларды оқшаулап тұрады. Оқшаулап тұрады. Жақсы, кітабымызға назар аударайық. Екінші тапсырма. Қыстырма сөздердің тыныс белгілерін дұрыс қойып жазыңдар. Бірінші сөйлемді Әбілхайыр оқиды. Қысқасы, сендердің пайымдауларың дұрыс жауапқа жақын. Бірақ нақты болмаған соң өкінішке орай қабылданбайды. Жақсы, бұл жерде бізде қыстырма сөз. Қысқасы. Жақсы, дәптерімізге жазайық. Келесі екінші сөйлем. Шынын айту керек. Мен бұрын білмеуші едім. Қаттырақ айтамыз. Шынын айту керек. Дұрыс. Келесі үшінші сөйлем. Биыл несін айтасың? Егіннің шығымы өте жақсы. Бұл жерде бұл жерде сөз емес, сөз тіркесі болып келіп тұр. Сөз тіркесі. Несін айтасың? Үтір қай жеріне қойылады? Қалай қойылады үтір? Екі жағына даусымызды шығарып айтайық, естілмейді. Келесі сөйлем. Жалпы алғанда адам баласының көркем мінезге ие болуы оның қоршаған ортасына байланысты. Жалпы алғанда, яғни өзіміздің ойымызды айтып жатырмыз, бұл жерде сөйлем басында. Даусымызды шығарайық, сөйлемнің басында болады тұр. Сөйлемнің басында, одан кейін барып үтір қойылады, толық жеткіземіз ойымызда. Келесі бесінші сөйлем. Біріншіден білікті маман ретінде екіншіден позитивті мінездеме
көрініс тапқан жөн. Иә, бұл жерде Біріншіден. сосын Және тағы да екіншіден. екіншіден. Иә, біріншіден Біріншіден сөздің басында тұр және қыстырма сөзден кейін тұр қойылған. Ал екіншіден деген сөзде ол мәтіннің ортасында тұр және екі жағында тұр қойылған. жақсы, өте жақсы. Дәптерімізге жазып алайық. Жазып алайық. Жаздық па? Әбілхайыр, болды ма? Сіздер болдыңыздар ма? Толық жазылды, иә? Енді балымызды есептеп жіберейік. Кімде қанша бал шықты, өзімізді бағалап жіберейік. Қанша шықты? Даусымызды шығарып сөйлейік. 10 бал шықты, иә? Өзімізді 10 балға, бүгінгі жұмысымызды 10 балға бағалап. Біз, иә, сіздер де 10 бал шықты, иә? Жалпы бүгінгі жұмысымыз 10 балға татитындай болды деп есептейміз, иә? Енді үй жұмысын жазып алайық. Бізде үй жұмысы 5-ші тапсырма. Әріптері ауысып кеткен қыстырма сөздерді дұрыс жазып, олармен сөйлем құрыңыздар дейді. Жазылды. Әбілхайыр, қыздар, жазыңыздар ма? Жақсы, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Өзіңізді бағалап, яғни менің сабағыма кері байланыс беріңіздер. Барлығы түсінікті деп беріпсе, жалпы сабақ бізде одағайлар өте қиын емес, жеңіл тақырыптардың бірі. Жақсы, осымен үй жұмысын орындап келеміз.